Сәлеметсіздер ме? Мен Түзелбаева Түймегүл Жайберген қызы, нөмір 11 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін және педагог-модератор санатындағы жас маманмын. Мектеп кеме, білім теңіз. Қиындығы мен қызығы мол мұғалім мамандығын таңдауыма, мектебім мен білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымның еңбегі зор. Мектеп өмірінде үлкен жетістіктерге жетуіме, олимпиадаларға, ғылыми жобалардың республикалық деңгейіне шығып, аудан намысын қорғауға мүмкіндік берді. Мектеп қабырғасын үздік аттестатқа аяқтап, еліміздегі жоғарғы білім ордасы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, филология және көп тілді білім беру факультеті, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын оқып, білім бакалавры дәрежесін алып шықтым. Университет қабырғасындағы ең үлкен жетістігім филология ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Шамси-қызы Оразбаеваның қолынан латын графикасының негізделуіне қосқан үлесі үшін марапатталуым. Түрлі ғылыми конференцияларға қатысып, мақалаларым республикалық баспа беттерінде жарық көрді. Білім ала жүріп, Алматы қаласындағы Абай атындағы дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәнін тереңдете оқытатын мектепте іс-тәжірибеден өттім. Мектептегі алған тәжірибем қазіргі кездегі кәсіби қызметіме өз септігін тигізуде. Өзім оқыған Шоғым Мұңалыл атындағы нөмір 5 жалпы білім беретін мектепте 7 ай бойы педагогикалық іс-тәжірибеден өттім. Мұғалім мамандығының қыр-сырын үйреніп қана қоймай, 21 ғасыр талабына айналған онлайн оқыту жүйесінде де тәжірибе алдым. Университетті үздік дипломға аяқтап, туған жеріме оралып, Мұнайлы аудандағы нөмір 11 жалпы білім беретін мектепке жұмысқа орналастым. Мектепке келген алғашқы күннен жас маман екеніме қарамастан, сынып жетекшілік деген қиын да әрі жауапты істі сеніп тапсырды. Неге менің алғашқы оқу жылым осылай толассыз қиындықтармен, талай қызықты оқиғалармен жалғасын тапты. Мектепте жүріп түрлі іс-шараларға белсене қатысып, үш тілділікке байланысты тіл менің тағдырым атты 6 сыныптар арасында сайыс сабақ өткіздім. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні апталығының ашылу салтанатын ұйымдастыру міндетін жүктеп, әріптестерім маған үлкен сенім білдірді. Менің педагогтық жолымдағы бақ сынағалы отырған байқауым менің алғашқы дебютім байқауы. Сондықтан да маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Арманың барда жан жаман қалма, жасқанып қалма, жүре бер алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер алға. Қиналсам анда-санда, үміттің алдаса да, өтпелі әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоғалмасын. Сәні арманың барда, жан жаман қалма, жасқанып қалма, жүре бер алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер алға. Жүре бер әрқашанда алға, өмір сынаса, көңілге алма. Жүре бер әрқашанда, бақ жұлдызың жанады, арманға қанат қағады. Мұңайма ешқашанда өмірде.